Балаларсыз бір күн. Бұл бір ай бұрын түсірілген видео. Күнім қалай өткенін айтайын. Маған күнімге бар осындай котлет, сырный лепешка, эклеры, соғ алып келдім. Бұл мен Каспийдан берген заказым. Да, соғ алдым и өзімнің заказым келген Каспийдан. Сосын осылай позавтракала, покушала, перекус. Сосын кремімді распаковка жасап тастадым быстро. От растяжек после беременности қалған. Соны кетіруді бастадым. Сөйтіп осылай крем заказ бергем. Бұл жерде тикток түсіріп боянып отырмын. Сосын обед жасай бастадым. Обед по завтрак, не помню. Пюре мен котлет, осындай куриный. Но котлетті мен майда емес духовкада жасағаннан не очень получилось. Бұл жерде пудинг жеп отырмын. Білмеймін, просто так сижу, түсіріп. Интересно болсын деп, қыздарымды ата-әжесінің үйіне апарып тастағам. Сол қыздарым жоқта өзім демалып, видеомды түсіріп, тамағым жасап, түк істемей жаттым. Менде сол үйде ешкім болмаса, ештеңкеге желание болмайды, только жата бергім келеді, ұйықтай бергім келеді. Но приходится убираться. Нәште соустармен көрдім тамақты. Не очень болды, сырный соуспен особенно. Сосын после обеда эклермен перекусила, посидела, переоделась, прогулкаға шықтым. Сосын көп видеоны түсіруге ұмытып кеттім. Вечером осындай манго алдым. Очень сладкий, бағасы 2,5 теңгеге шықты. Но сладкий, мягкий, вкусный. До этого маленький мангоның дәмін көргем. Олар вообще не вкусный болатын. А мынау қыздарыма заказ берген лопатка песочницада ойнайтын ведеркасымен. Сосын сережка заказ бердім. Осындай браслет подаркқа салып жүрген. Осымен видео бітті. Пока.